жаңағыдай қызықты оқушыларды да қызықтыра алатын 3D жаңағыдай форматтағы әртүрлі платформалар бізде көп. 3D платформалармен таныстыратын сондай бір платформаның бірі 3D Mosaic деген жаңағы платформа болып табылады. бұл жаңағы бұл енді іздеу үшін мына поисковикке Google'дың 3D Mosaic деп мінекей көріп отқандарыңыздай осылай жазасыздар, одан кейін кіресіздер. Мінекей сол кезде кірген кезде сіздерде осындай бет ашылады. Бет ашылған кезде енді бұл әртүрлі жаңағы өзіңіздің сабағыңызға қатысты 3D мозаикаларды, мысалға сіз биология пәнінің мұғалімісіз, география пәнінің мұғалімісіз дейік, жаңағыдай қызықты оқушыларды да қызықтыра алатын 3D жаңағыдай форматтағы әртүрлі платформалар бізде көп. 3D платформалармен таныстыратын сондай бір платформаның бірі 3D Mosaic деген жаңағы платформа болып табылады. бұл жаңағы бұл енді іздеу үшін мына поисковикке Google'дың 3D Mosaic деп мінекей көріп отқандарыңыздай осылай жазасыздар, одан кейін кіресіздер. Мінекей сол кезде кірген кезде сіздерде осындай бет ашылады. Бет ашылған кезде енді бұл әртүрлі жаңағы өзіңіздің сабағыңызға қатысты 3D мозаикаларды, мысалға сіз биология пәнінің мұғалімісіз, география пәнінің мұғалімісіз дейік, жаңағыдай осылардың барлығы мына жерде тұр ғой, 1300-ден аса жаңағыдай 3D мозаикалар бұл жаңағы ненің ішінде бар. Мысалға тарих пәнінің мұғалімісіз дейік, ежелгі жаңағы үйлердің, мысалға форумдардың дейді ғой, сондай жаңағыдай нелері, мозаикалары 3D форматтағы осылай шығып отырады. Енді қараңыздар, цифровой урок деген жаңағы төбесіндегі не тұр ғой, бөлім тұр. Осыны бассақ, мына жерде енді әртүрлі биология, география, ағылшын, физика, химия, математика тұрып, литература, искусство деп тұр. Осылардың барлығын, история деп тұр. Осылардың ішінен қарай аласыздар. Енді 3D-ларды ашсақ, 3D енді қандай платформа жаңағы пәндерде бар. Бірінші, мысалы, биология пәнін ашсақ, 3D дегеннің үстін бассақ, биология пәнін ашамыз. Сол кезде мінекей қарасаңыздар, осы жерде құлақтың, адамның анатомиясын, анатомиясының, одан кейін мына жерде әртүрлі енді жан жануарлардың 3D, өсімдіктердің 3D форматтағы жаңағы бейнелері бар. Мысалы қарап отыратын болса, ауыз қуысының мына жерде, одан кейін мына жерде клеткалардың, адам клеткаларының әртүрлі жаңағы нелері, 3D мозаикалары бар екен. Енді келесісін ашып қарайтын болсақ, география пәнін ашып қарайтын болсақ, мысалға география пәнінің ішінде мысалға жер, су, одан кейін ғаламшар, планеталар, станциялардың, одан кейін жердің қалай айтсам болады, жердің ядродан бастап сізге мозаикаларын көрсетіп береді. Одан кейін мына жерде су сақтау жерлерінің, енді астын қарап отыратын болсақ, 1, 2, 3, 4 деп тұр ғой, енді осылардың ішінде жаңа көптеген шаблондарын біз таба алады екенбіз. Көрдіңіздер, одан кейін мына жерде жаңбыр жауы қалай жауады, осылар біреуінің ішіне кіріп қарайтын болсақ, енді бұл жерде міндетті түрде біз тіркелуіміз керек болады. Тіркелу деген батырманы басу арқылы сіз Қазақстан сложить деп батырманы басамыз. Одан кейін мен енді Google аккаунтыммен бірден тіркеле саламын.
Даусыңыз шықпай қалды сіздің. қазір апайым мен мына жақта сайтқа тіркеліп жатыр. А, иә, Мен иә. аккаунтымды қате деп шығарып. Мгм. Жақсы. Қаласы деген. Мінекей ашылды. Құрметті әріптестер, кірген кезде ең бірінші жаңағы көріп отырсыздар ғой, барлық нелеріңізді, почталарыңызды, одан кейін қай облыстан екендеріңізді, қандай ауданнан, оның ішінде соның барлығын жазып, жаңағы тіркелесіздер, аккаунттарыңыздың барлығын жазып солай тіркеліп аласыздар. Енді ары қарай көрсетейін. Қарасаңыздар, енді география пәнін ашып көрейік. Мына жерде қандай бар екен, не бар екен. Мысалы география пәнін ашқан кезде мысалға мына жерде структур жердің структурасы бар екен. Қазір енді жердің структурасын ашайық. Мына жерде менде енді мынау
мінекей көрдіңіздер ғой, енді физика қазір мына жерде ашылып жатыр менде фритца. Енді физикадан да және әртүрлі генераторлардың, свечалардың, физикалық және әртүрлі баллондардың, енді көрдіңіздер ғой, мозаикаларын біз жаңа мына жерде тоқтардың мозаикалары бар, басқа да көптеген жаңағы пәніңізге қатысты мәселелерді осының ішінен көре аласыздар. Қазір мына жерде мозаика 3D деген менде платформасы өзі көшіріліп жатыр. Платформасы да бар, құрметті әріптестер. Бұның жаңа интернетпен, я болмаса ноутбугыңыздың ішіне осылай көшіріп алып, өзіңіз осылай жаңа интернетпен ашып жүрмей-ақ, осы платформаның ішінен қосып отырсаңыздар да болады. Көрдіңіздер ғой? Осылай көшіріп алып, дәл жаңағыдай қылып тіркеліп, бұның ішіне де тіркеліп жаңағы ашып көрсетсеңіздер оқушыларға жаңағыдай одан сайын қызықты болады. Енді әрі қарай сіздерге көрсетейін платформаны. Әрі қарай көрсететін платформам Қазкомикс деген, мысалға қазір комикспен осы не сияқты, 3D сияқты, құрметті әріптестер, бұл да Қазкомикс деп аталады. Бұл енді мысалға мына әдебиет пәнінің мұғалімдеріне, мысалға жаңағыдай өте қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдеріне өте қызықты платформа болып табылады. Әртүрлі жаңағы комиксқа бейнеленген, мысалға ер төсті, Кенесары, ер тарғын, Алпамыс батыр деп тұр мына жерде. Осылардың барлығының комикс түрін мысалға осы жаңағы платформаның ішінен көре аласыздар. Жаңағы түсіндірмесі бұл ертегі қалай болады, екі тілде бар, қазақ және орыс тілінде де бар. Жаңағыдай осы екі тілде де көрсеңіздер, мысалға мына жерде қаз деп өзгертіп алсаңыздар, мінекей қазақшасы шығады. Әртүрлі суреттермен қалай бейнеленді, қай жерде жаңағы ертегінің түрі астындағы екі-үш әртүрлі беттерімен жаңағыдай көре аласыздар. Енді бұның ішінде видео да бар. Видеосында да еңлік кебек, мысалы жұмбақтас деп тұр, балқаш, қозы көрпеш, баян сұлу деп тұр, мысалға осылардың барлығын видео түрінде де көре аласыздар. Кейіпкерлер деп тұр мына жерде, мысалға қандай кейіпкерлер бар, бізде Алпамыс, ер төстік, Қамбар батыр деп тұр. Осыларды комиксін көру деп, комиксті көру деген батырманы бассаңыздар, артынан жаңағыдай осы тақырыпқа қатысты ертегілер жаңағыдай бейнеленеді. Енді әрі қарай кеттік, құрметті әріптестер. Енді мен сіздерге көрсететін бірінші Joyteka деп аталатын платформа. Бұл Joyteka платформасы арқылы біз балаларымызға, мысалға оқушыларымызға бір квест ойындарды, тест ойындарын жаңағыда құрап, оларды сабаққа одан сайын қызығушылығын әрі қарай арттыра аламыз. Ол үшін біз міндетті түрде кіріп аламыз, бұл платформаға кіріп. Мен тіркеліп қойғанмын, енді сіздер жаңағыдай полный жаңағы тіркелу батырмасын басып, полный тіркеліп аласыздар. Енді мысалға былай сол кезде тіркеліп алғаннан кейін, құрметті әріптестер, осындай сіздерде бет ашылады. Енді викторина құрауымызға болады, мына жерде көрініп тұр ғой, квест ойындарды құрауымызға болады, тест түрінде беруімізге болады, текст квест түрінде де беруімізге болады. Көрдіңіздер ғой? Енді осы жерде квест түрін басу үшін жаңағыдай құрап көрейік та. Енді осы жерде құрау үшін мына жерде төбесінде галочка тұр. Осы галочка батырмасын басамыз, төбесінде далее деп тұр. Осы оң жақтағы далее деген батырманы басамыз. Осы жерде мінекей қаншама біздің квест ойындарымыз шықты. Көрдіңіздер ғой? Бұны сабағыңыздың орта бөлімінде, орта жағында мысалға квест түрінде беріп, 5 минут, мысалға көп уақытты да алмайды, бұл бір 5 минутты, жаңағыдай сабағыңыздың 3 минут деген сияқты қолдансаңыздар болады. Бұл жерде премиум санатындағы әртүрлі ойындар бар, бұлар енді ақылы түрде, ал ол ақысыз да жаңағыдай тегін түрлері бар. Көрдіңіздер ғой? Оның қасында премиум деген жаңа жазу болмайды. Астына қарай түсе берсеңіздер, құрметті әріптестер, көп деген жаңа нелері бар, шаблондар. Осы жерде бір мысалға мына математикалық шаблон ақылы деп тұр, енді мына химиялық деймін. Осының үстін тағы да галочкасын басамыз. Галочканы басқан кезде төбедегі тағы да далее деген батырманы басамыз. Енді жаңағыдай әрі қарай жалғастырамыз, тағы да галочканы басамыз да далее деп батырманы басамыз. Енді мына жерге кішкене описаниесін жазып өтеміз. Ойын туралы, қандай ойын бұл, жаңағыдай қанша минут береді бұны ойын ойнауға, жаңағыдай сәттілік деп.
ондай описаниесін енді өзіңізге қарай жазасыз, осы пәннен осындай осындай деген сізді жаңа описаниесін жаза өтесіз. Енді қараңыздар, енді мына жерге номерлерін қандай вопрос екенін, жаңағыдай открытый вопрос па, одан кейін қандай, енді өзіңіз білесіз ғой. Мына жерге енді вопросыңызды жазасыз сіз. Мысалға, мен енді былай жаза өтейін. Деп жаңағы мына жерге енді өзіңіздің қандай варианттарыңыз бар, соны жазып қойсаңыздар болады. Енді қараңыздар, осы жерде біреуін жаңағыдай таңдап, мына жердегі дұрыс жауабын, мысалы қасында галочка тұр, осы галочканы басып қоясыздар. Енді қараңыздар, мына жерде енді осы неге қатысты бір фото, я болмаса файлдарды, бір нелерді жүктеуіңізге, суреттерді, әртүрлі аудиоларды дейді ғой, сондайларды жүктеуіңізге болады. Мысалы мынандай қылып мысалы жүктеп қоясыз. Енді тағы да мысалы плюс деген батырманы басып, екінші тағы да варианттарын жаңағы жазсаңыздар болады. Мына жерге тип таңдап аласыз, өзіңізге қатысты бір типті, қандай типті. Iya. Рухани құстана деп жазып қойсаңыз. Құстан. Сына варианттарын қосып отырасыз. Қасына дұрыс жауаптың қасына мысалға былай галочка батырмасын басып қоясыз. Енді төбедегі далее деп батырма тұр ғой. Осы далее деген батырманы басамыз. Енді мына жерде настройкілерін жөндеп алсаңыз болады. Әрі қарай далее деп батырманы басамыз. Сол кезде мінекей. Енді жаңағы біздің құраған квестіміздің, құрметті әріптестер, былай ссылкасы оқушыларға берілетін, я болмаса мына жерде QR-ы тұр. Осы QR-ын сохранить етіп алып, телефонның жаңағы неңіздің ноутбугыңыздың ішіне жаңағы бағана алдында мен сіздерге көрсеттім ғой, жаңағы нелерді, тақталарды, солардың тақтаның ішіне жаңағы қойып қойсаңыз, я болмаса бір слайд болады өзіңізде. Ертең слайд жасау сабағын өтеміз, сол жерде мысалы осы слайдтың ішіне ең соңына қойып қойсаңыздар болады. Енді готов деп батырманы басамыз. Осы жерде біздің құраған ойынымыз шығады. Құраған ойындарымыз, құрметті әріптестер, жаңағы осылардың ішіне шығып отырады. Одан кейін біз балалар кіріп, жаңағы өздері осылармен жаңағы ойнап, квестпен қызықты етуге болады. Енді қараңыздар, мына жерде результат деп тұр, осы результаттың үстін бассаңыздар, мынау сіздердің ойнаған жаңағы результаттың үстін бастаңыздар, жаңағы ойнаған балалардың результаттары осы жерде сіздің тапсырмаңызға шығып отыратын болады. Енді екіншісін қазір енді қараңыздар, бұл жерде тағы да квестпен қоса викториналар да бар. Осы викторинаны құрау үшін де тағы да осы галочка батырмасын басамыз, төбесіне галочканы басып қоямыз. Одан кейін тағы да далее дейміз да, мына жерге тағы да описаниесін, қысқа описаниесін жазасыз. Одан кейін мына жерде жаңағы әртүрлі нелер тұр ғой, балдар. Осы балдық жүйемен де жаңағы жасап қойсаңыз болады. Мына жерге фотоны да қосып, осы жерге дәл жаңағыдай фотоларды қосып, сұрақтар мына жерге темасына қатысты жаңағы жазып беріп қойсаңыздар болады. Көрдіңіздер ғой, барлық жаңағыдай орындағандарыңыз мына оң жақта нелер тұр, әртүрлі батырмалар тұр, осы жерден шығып отыратын болады.
Енді келесі біз жаңа платформамызға өтейік. Келесі платформамыз бізде Bamboozle деп аталады. Бұны білетін әріптестеріміз бар, білмейтін әріптестеріміз де бар шығар. Енді Bamboozle платформасы бұның ішінде де құрметті әріптестер көптеген жаңағы әртүрлі Bamboozle платформасы бұның ішінде де бұл енді жаңағы төменгі сыныптарға өте жаңа қызықты, сондай бастауыш сыныптарға да бұл платформамен жаңағы өтуімізге болады. Play Games деп батырманы басамыз, сол кезде мінекей бізде осындай көптеген шаблондар ашылады. Осы шаблондармен бір минут әріптестер. Мінекей осылардың ішінде жаңағы ойындардың мына жерде көріп отырсыздар ғой, көптеген шаблонда тұр. 2 миллионнан астам жаңағы мұғалімдер жасады деп тұр. Бұның ішінде де мына жерде өзіңіз тілін таңдап аласыз. Қазір енді қандай ойынды іздейсіз, сол тілін таңдап алып, енді мына жерде қазақ тілін таңдап алып, қазақ тіліне жасаған ойындарды жаңағы көре аласыз. Енді қараңыздар, осы жерде мысалға бұл Bamboozle'дың ішінде де әртүрлі жаңағы топқа бөліп те құрметті әріптестер оқушыларды жаңағы жасауыңызға болады. Енді мына жерде слайд-шоу түрінде мысалы играть мына біреуін басып көрейік. Осы жерде мысалға бұның ішінде де ақылы болып келеді. Мына жерде Бред деп тұр ғой, футтың суреті тұр мына жерде. Бұлар енді ақылы, бізде екі жаңағы түрі бесплатно болып келеді. Енді қарасаңыздар, командалық түрге мысалға басқан кезде командалық түрге жаңағы әртүрлі командаға бөліп, 2, 3, 4 команда тұр мына жерде. Командаларға бөліп, одан кейін сетканың размерінде таңдап жаңағы жазсаңыздар болады. Енді қарасаңыздар, мысалға біз Извините, пожалуйста, у вас экрана не видно. қазір. Көрінді ғой, құрметті әріптестер, мен экраным. Да, спасибо, видно. Әртүрлі жаңағы құруыңызға болады. Енді қарасаңыздар, құрметті әріптестер, мен сіздерге тағы бір осы жерде бір платформамен таныстырып өтейінші. Ол платформаның аты Умайгра деп аталады. Оны білесіздер ме? Умайгра деген платформа. Бұл жерде Умайгра деп қазір бас жағын ашайын сіздерге. Мен енді кіріп жүргендіктен бірден маған мынау жұмыс істейтін бетім ашылып кетеді. Умайгра, мінекей поисковикке Умайгра деп жазасыздар Google'дың, сол кезде мінекей бізде осындай бет ашылады. Енді кіреміз. Кірген кезде міндетті түрде болғанда жаңағы өздеріңіз тіркелу регистрация батырмасын басу арқылы тіркеліп аласыздар. Енді қараңыздар, создать етейік біз игротека деп бізде осындай бет ашылады. Игротека деген бет ашылған кезде мына жерде көптеген жаңағы ойындардың түрлерін біз көре аламыз. Мысалға, төбесінде игротеканы таңдап, мына жерге сіз қандай пәннің мұғалімісіз, сол мына жерде фильтр арқылы таңдап алып,
қандай қанша жастағы қандай пәннің мұғалімісіз, одан кейін тіліңізді барлығын таңдап алып, жаңағы осы жерде сізден бөлек әріптестеріңізде жасаған жұмыстарын осы жерге сақтап қояды. Мысалы виртуалды және кеңейтілген шындық информатикадан, мысалы арифметикалық өрнектердің жазылуы дейді информатика пәнінен. Осылай және өзіңіз қандай пәннің мұғалімісіз, соны таңдап алып игротека мына жерге іздеп информатика, биология деген сынды жазып, өзіңіздің әріптестеріңіздің жұмысымен көрсеңіз де болады, олар қалай жасап жатыр деген сияқты. Ал енді екінші өзіміз жасауымыз керек, ол үшін редактор деп батырманы басамыз. Осы редактор батырмасын басқан кезде создать игру деп тұр. Осы создать игру деген батырманы басамыз. Одан кейін біз шаблонды таңдап аламыз. Шаблон енді бұның ішінде, бұл платформаның ішінде бір 8-9 осы ойынның түрі бар. Мінекей ашылды. Пойыздар, одан кейін мысық бар, мына жерде уражай деп тұр, футбол ойыны бар, планета бар, одан кейін самолетпен ұшу, островтың ойындары жаңағы бізде бар екен. Енді біз мына жерде сіздерге бір ойынды жасап көрсетейін, ол авиа деп тұр ғой, авиа ойынын көрсетейін сіздерге, одан біз таңдап аламыз, одан кейін мына жерге несін описаниесін жазып қоясыз, қандай ойын екендігін, қандай пәнге қатысты екендігін. Мысалға әдебиет болса әдебиет деп жазып, мына жерге қандай пән екенін астынан таңдап отырып, мінекей таңдап аласыздар. Осылай создать игру деген батырманы басамыз. Мына жерде қазір интернет сәл жатыр бізге. Мінекей сол жерде бізде осылай бет ашылды. Енді мына жерде сол жақта добавить деп батырма тұр, осы добавить батырмасын басамыз. Енді қарасаңыздар, правда или ложь бар, одан кейін бір жауапты бар. Енді біз мына жерде правда или ложь деп таңдаймыз, өзіңізге қатысты. Одан кейін мына жерде нені таңдап аласыз, сұрақты, сосын жауабымен жазасыз. Мысалға, Абайдың шын аты Ибрахим. Мысалға, правда или ложь деп астына галочканы былай қойып қоясыз, правда болса правда деп жазасыз. Енді тағы да сізге тағы да қосу керек болады, добавить деп батырманы басамыз, правда или ложь деп таңдайсыз. Одан таңдаған кезде тағы бір сұрақ қосасыз. Мысалға, математикалық бір сұрақ қоя салайық. Мысалы, 100 қосу 100 тең болады, мысалға 300. Сол жерде ложь деп мысалға таңдап қоясыз. Ложь деп былай таңдап қоясыз. Осылай жаңағы жазып добавить деп батырмаларды басу арқылы жаңағыдай әртүрлі упражнениелерді қосып жасайсыз. Енді мына жерде басамыз, кеттік. Одан кейін біз мына жерде құрметті әріптестер нелерді, сөздерді жазып қоюымызға болады. Мысалға, жарайсың деп орындай алмадың или қате, мысалға тең түстің, мысалға ойын аяқталды деп жаңағы таңдап, мына жерде одан кейін біз случайный показ деп тұр, случайный показды қоюымызға болады, ограничение қоюымызға болады, ол міндетті түрде. Одан кейін мына жерде минутын таңдап қоюымызға болады. Мысалға, қанша минут бересіз? 1 минут бересіз ба, 5 минут бересіз ба бұл ойынға? Мысалға, 1 минут берейік. Играть деп батырманы басамыз. Мінекей көрдіңіздер ғой. Одан кейін мысалға мінекей бізде бет осылай ашылды. 1 минут мына жерде біз жазуды ұмытып кетіппіз. Бірінші уровеніне мысалға былай мына бет ашылды ғой сіздерде, осындай бірінші уровенге қатысты, тапсырмаға қатысты мына жерге описаниесін жазып қойсаңыздар болады. Мына жерде бетінде тұр ғой, осыған бір сәттілік, бірінші уровенде осындай беріледі, осындай сұраққа жауап бересің деген сынды жаңағы мәселелерін жазып қойсаңыздар болады. Играть деп батырмасын басамыз, одан кейін кетті бізде. Енді ойнап көрейік.
Старт деп, мысалға, мінекей старт деп батырма тұр ғой төбесінде. Осы батырмасын басамыз. Мысалы, бірінші өргеніміз бізде билет. Стартты басамыз. Мінекей кетті. Мысалы, Абайдың жаңағы шын аты деп тұр. Ибрахим, Абайдың шын аты Ибрахим, правда или ложь десе, правда болса, мінекей правда деп басасыз. Мінекей кетті. Тағы да мысалға 100-ге 100, 300, мысалға бұл ложь. Мінекей жарайсың деп, көрдіңіздер ғой, осылай жаңағы жарайсың деп бізде ойын аяқталғаннан кейін шығып тұрады. Мына жерге времясы қанша уақытта жаңағы жазып болды, қандай очко берді деген сынды жаңағы нәрселердің барлығын осы жерде көрсетіп қояды. Көрдіңіздер ғой, енді тағы да жаңағы әрі қарай жүресіздер. Одан кейін тағы да орындауыңыз керек болады. Ол үшін создать игру деп батырмасын басқан кезде дәл жаңағыдай шаблондарды таңдап алып, құрметті әріптестер, бір шаблонды таңдап алып, осылай ойындарды әрі қарай құрай берсеңіздер болады. Құрметті әріптестер, қазір мынаның аяқталуына 5 минут қалыпты. Одан осы жерде аяқтайық. Қазір ана келесі платформаларды түсіндірген кезде ортасына бітіп қалады. Сол үшін мынаны сақтап аламын.